Ассалаумағалейкум. Кітап күнде оқу арнасының тұрақты көрермендері, оқырмандары қалайсыздар? Бүгін бізде 21 сәуір 2025 жыл. Бүгінгі кезекті оқитын тақырыптарымыз. Волшебный қағазында қойып қойық. Сөз қадірі, өз қадірі. Өте керемет тақырып. Көрден қылшып кетті. Ал кеттік, бісміллә. Сөз қадірі, өз қадірің. Сөз сөйлеушінің ойын, сезімін білдіріп қана қоймайды. Оның мінездемесі де болып табылады. Сондықтан кісінің тәрбиелік деңгейі көбіне сөзінің сипатынан байқалады. Қазақ халқында өнер алды қызыл тіл. Тіл тас жарады, тас жармаса бас жарады. Сөз жүйесін тапса, мал иесін табады деген мақалдар бар. Бұл халқымыздың тіл құдіретін танып, әрі өте ардақтағанын көрсетеді. Халық қашанда сөздің адамдар арасындағы атқаратын қызметіне, сөйлеудің парқына, сүңгінің жарасы бітер, тіл жарасы бітпес, және қай жерде қалай сөйлеуге айрықша мән берген. Таяқ еттен өтеді, сөз сүйектен өтеді. Жанды жаралайтын да сөз, емдейтін де сөз. Жақсы сөз жан азығы, жақсы лебіз жарым ырыс. Оқ жарасы бітер, сөз жарасы бітпес. Тау мен тасты жел бұзар, адамзатты сөз бұзар деген сияқты мақалдар сөздің бұзушы, қаһарлы сөз қамал бұзады, және түзеуші шешеннің сөзі ортақ. Зор күш екенін сөйлей білудің орасан зор маңызын танытады. Шынында да адамның адам болып тұлғаланып кемелденуінде сөздің атқарған рөлі баға жеткісіз. Жылқы кісінегенше, адам сөйлескенше дегендей, адамдар бір-бірімен сөз арқылы ұғысып, танысып, жақындасып, өзгені де сөз арқылы танып, өзін-өзі сөз арқылы танытады. Сөз адам үшін тәрбие құралы, білім білік, мәдениет, өнер бастауы, түп-тұқияннан бері жасалып, қорланып келе жатқан ақыл ой жәдігерлігі, әсемдік қазынасы. Сондықтан да сөзді шашпа төк тегін дүние көріп, оңды-солды талғаусыз айта берсең, жұғымы қадірі болмайды. Білімпаздар айтқандай, сөз қадірі адамның өз қадірі, сөзі құпсыздың өзі құпсыз. Қалайда сөздің адамға жағымды немесе жағымсыз әсері орасан зор екені даусыз. Біздің халқымыздың жылы-жылы сөйлесең, жылан інінен шығады деген тамаша мақалы жылы да жағымды сөйлеудің қаншалық керемет күшке ие екендігін аңғартады. Халық жырларында аузын айға білеген айтқыш ділмарларымызды тілінен тәтті айтқанда бал тамған, ащы айтқанда қан тамған деп сипаттайды. Ал тіл бас жарады, бас жармаса тас жарады деген мақалда да кәрі тарих мақұлдайтын шындық бар. Атақты ғұлама мәшһүр Жүсіп Көпеев өзінің тарақты да тары бар, дүниенің бәрі бар деген қолжазба кітабында әлгі мақалға орайлас мынандай бір әңгіме келтіреді. Ақтабан шұбырынды алакөл сұлама деген жұтшылдық болып, ел шұбырғанда ішінде семізін бас салып сойып жей берген екен. Сонда бір көк ала бие 15 ауылды асырауға жарапты. Бір мерген
15 ауылды асырауға жарапты. Биеден бір сауғанда бір үлкен көнек сүт шығады екен. Иесі көз тиеді, тіл тиеді деп сайдан сайға жасырып байлап жүріп сауады екен. Даладан сүтін сабаға толтырып артып алып келіп үйге ашытып рулы елге қымызын жеткізеді екен. Бір күні бір сайда елден жұрттан жасырып сауайын деп биенің бұтына көнегін салып отырса, көз ұшында 4 кісі көрініпті. Келіп қалады-ау деп асығып сауа береді. Қашан 4 кісі келіп жеткенше сауып бола алмапты. 4 кісі келген соң амалсыз биенің бұтынан түре келіп, бір қара тасты алып, тіл болсаң тасқа тий деп сүттің ішіне тастай беріп, көнектің бетін жаба қойды. 4 кісі сәлемдесіп, амандық айтысып болған соң айтты: мына көз ұшында бір көргеннен биенің бұтына отырып едің, сонан бері биені сауып отырдың ба, жоқ жай отырдың ба? Біз тамаша қылып білейік деп келіп едік, депті. Биемнің жуырда имейтұғын жаман мінезі бар еді, сол мінезі ұстап күні бойы имей жаңа ғана сіздердің алдарыңызда зорға иді, дейді. Бәсе, солай ғой, онан басқа мынандай бір сауып отырған болсаң, бір көл болып ағарлық болды, дейді жолаушылар. Кісілер бұлай кетісімен сүтті сабасына құйса, көнектің түбінде қаратас 4 бөлінген екен. Адам тілі тас жарады, тас жармаса бас жарар деген сонан қалған екен. Егер ол тасты салмағанда биеге кәдік болады екен. Адамның қоғамда өз орнын табуында, көпшілік құрметі мен сеніміне ие болуында, кемел ғұмыр кешуінде орнымен дәмді дәйекті сөйлей білуі, тауып айтатын тапқырлығы үлкен рөл атқарады. Өйткені ақыл кемел, кісілігі зор, ақылы кемел, кісілігі зор, білімі мол адам ғана солай сөйлей алады. Ондай дәмді, қисынды қысқа қайратын, қызықты айшықты да әділ сөзді халық ұйып тыңдап, тура сөз, құдайы сөз деп уәжіне тоқтатқан. Орынды сөйлеу, қисынды сөйлеу, ол да бір дара бақыт. Сондықтан әр елдің шыққан арғы бергі заман даналарының, ақылгөйлерінің сөздің, сөйлеудің маңызын аса жоғары бағалап, ой толғамағаны жоқ десе де болады. Ұлы ақын Абай тіл құдіретін өткірдің жүзі, кестенің бізі, өрнегін сендей сала алмас деп тамсана бағаласа, түркменің ұлы ақыны Мақтұмғұлы тауып сөйлеген сөзді тілден шұғыла шашқанға балайды. Сөз құдіретін түрік туыстар оң сөз өзен тоқтатар деген мақалмен түйіндеген. Дегенмен адамның мейірін қандырып, мерейін өсіретін, құр жағын жанып, тілін безеп сөйлеу беру емес, 11 ғасырда өмір сүрген тәжік шайыры Кайкавус ұқыптылық атаулының ішіндегі ең жақсысы ұқыпты сөйлеу дейді. Бұл жерде әңгіме сөздің тұжырымды, айқын, бейнелі болуы жайында екені түсінікті. Сөйлеудің тағы бір аса маңызды қасиетін аша отырып, өзбектің ұлы ойшыл ақыны Науаи ас тұзбен дәмді, су мұзбен дәмді, ал адам салиқалы, сапалы сөзімен мәнді деп көрсетеді. Науаи. Өзбектің ұлы ойшыл ақыны Науаи ас тұзбен дәмді, су мұзбен дәмді, ал адам салиқалы, сапалы сөзімен мәнді деп көрсетеді. Сыпайы келісті сөз сөйлеушінің абыройын арттырады, жақтастарын көбейтеді, көптің ықыласына бөлейді. Сондықтан тіл қуатына барлық ғұлама, тәлімгер, ұстаздар үлкен мән берген. Бұл жөнінде Құранда да айтылған: менің пенделеріме айт, жақсы сөздер сөйлейтін болсын деп. Әрине,
сөйлей білу үлкен өнер. Ал арымай, талмай, шешендік сырын зерттеуді, жаттығуды, мол білімді ой өрісі мен қиял кеңістігін қажет етеді. Абай тіл өнері дертпен тең деп өткеннің сабағы өз басынан кешкеннен шығарып айтып отыр. Әсем сөйлеуге көп тыңдап, көп оқып, халықтың ауыз әдебиетін, әсіресе айтқыштық пен терең ойдың інжу маржандары, мақал, мәтелдерді жетік біліп, сырына үңілу, кітапты көп оқу арқылы жаттығып төселеді. Халықтағы ақылды адам сөзді нақылсыз айтпайды. Бір айтпаса, нақылды ақылсыз айтпайды деген тұжырым содан шыққан. Жүздің көркі сақал, сөздің көркі мақал дегенде соған меңзейді. Сондықтан балалардың жас кездерінен бастап айшықты өлең жырларды, шешендік үлгілерді, неше түрлі тәмсіл, мысал сөздерді жаттап өсуі, өзінің де тақпақ өлең жазуға талпынып, үй ішінде, сынып, мектеп жиындарында тартынбай сөйлеп, ойын түсінікті, бейнелі етіп айтып жеткізуге машықтанулары ата-ана, тәрбиеші ұстаздар оларды соған тәрбиелеулері қажет. Бұл ретте бүлдіршіндерге ертегі айтып беру, өздеріне айтқызу, жұмбақтар шешкізу, сөз ойындарын ойнату аса пайдалы болмақ. Сөйлеудегі ең жақсы қасиет ой пікірін қысқа әрі дәл айтып жеткізушілік. Алтын, күміс, гауһардың қымбат саналуы олардың аздығы, тазалығы десек, қысқа, қопасыз, ұғымды сөз де қадірлі. Орыстың аса шебер жазушысы Чеховтың қысқалық таланттың сыңары деуі де сондықтан. Ғұламалар көп нәрсенің қадірі болмайды дегенді айтады. Мұның сөйлеуге де тікелей қатысы бар. Бұрынғының даналарынан қанша көп сөйлесең, сонша аз айтасың деген нақыл қалған. Өзбек бауырлардың көп сөз есекке жүк деген мақалында да тап осы құбылыс аяусыз шенелген. Ал қазақтың көп сөйлеген езбе болады, көп қыдырған кезбе болады. Көп сөз көмір, аз сөз алтын. Көп сөйлеген я жолдасынан, я құрдасынан айырылады. Жақсы байқап сөйлейді, жаман шайқап сөйлейді. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Сөз қуған бәлеге жолығады. Жақсы сөйлесе, аузынан гүл төгіледі. Жаман сөйлесе, аузынан жын төгіледі. Бір жақсы сөз мың сөгістен артық. Жақсы сөйлеген аш жер, жаман сөйлеген тас жер. Жақсының сөзі назалы, жаманның сөзі ызалы. Тағы басқа мақалдарында сөйлеудің алуан түрлі сипаттары тамаша бейнеленген. Әйтеуір сөйлей алады екем деп тасырандамай, абайлап сөйлеу ақылдылық, көшелік, инабаттылықтың белгісі. Көшелілік, инабаттылық белгісі. Өзің опық жеп, өкініп жүрмеу үшін, өзгенің жанында жазықсыздан жара түсірмеу үшін байқап, бағамдап сөйлеудің мәні ерекше зор. Қазақтардың айтылған сөз, атылған оқ, орыстардың сөз шымшық құс емес, ұшса қайтып қонатын деген мақалдары мен ежелгі скиф елінің шешені анархистің тіліңді, тәбетіңді, нәпсіңді тыйып ұста дегендерінің түп төркіні бір жерден шығып жатуы, тілге абай болудың жүрдім бардым қарайтын мәселе емес екенін көрсетеді. Әйгілі авар ақыны Ғамзатовтың сөйлеуге үйрену үшін адамда 2 жыл керек.
ал тіліне ие болуға 60 жыл керек дейтіні әзілінде үлкен өмір шындығы. Ассалаумағалейкум. Терең мән бар. Тілімнен жаздым деп. Уағалейкум ассалам. Қалай әкелдіңіз? Отырамыз. Бір-екі кітап оқимыз ба? Не жетті? Сапалы сөз деп тұр. Так, қайыр келдім. Тілімнен жаздым деп кейіп пұшайман болып жүрмес үшін алдын ала ойланып алуды әдетке айналдыру жақсы қасиет саналады. Бұл өзі ғылымда да дәлелденген шындық. Ердай? Қане қара. Атақты академик ғалым Павлов адамдардың денсаулығын сақтауда, әсіресе жүрек қан тамырларының сырқатына шалдықпауында айналадағы адамдар сөзінің әсері зор екенін анықтаған. Сондықтан шәкірттерге айналасындағы адамға «Ей, сен» деп дөрекі тіл қатпай, «Сіз» деп сыпайы сөйлеудің мәдениеттілік, ізеттілік қана емес, қарым-қатынасқа жұмсақтық, жайдарлық дарытатын күш екенін ұғындырып отырған жөн. Жылы шырай тек сәлемдескенде ғана емес, адамдарға тіл қатқанда, сөйлескенде де керек нәрсе. Сөйлеуге ғафу етіңіз, құлағым сізде. Ләбәй. Қазір кітабын бітірейін, сосын жасаймыз. Деген сияқты сөздерді орынмен кірістіріп отыру жағдайды жайландырып отыратыны есте болуға тиіс. Ондай жұмсақ жайдары жүзділік, сәлем беру, тіл қату, сөйлесуде қандай қажет болса, тыңдау үшін де сондай қажет сипат. Халықтың аса жоғары бағалап иман жүзді дейтіні де содан шығады. Жүзінде күлкі шырайы жоқ адам дүкен сатуға тиіс емес деп тектен-текке айтылмаса керек. Отбасы мен қоғамда бұрқ ете түсетін үлкен-кіші ұрыс керістер мен кикілжіңдердің түпкі себебі дөрекі, қопыл айтылған түрпі сөз екеніне зер салып тексерген кісінің көзі айқын жетеді. Және дөрекі де анайы ауыр сөз, дөт мінез бен тұрпайы қылық тәрбие көрмеген тас бауыр пәс адамдардан шығатын әмбебі Кәз келді ғой. Әмбеге аян. Бұлттан шыққан күн ашы, жаман адамның тіл ашы. Қорқақтың көзі үлкен, ақмақтың сөзі үлкен. Білген тауып айтады, білмеген қауып айтады. Сияқты мақалдар халық тәжірибесінен қорытылған шындық екені даусыз. Осындай сөздер қоғам ісіне ауыр зардап тигізіп, жеке адамның да көңілін қалдырып, жанын күйзелтеді. Науайдың аузына келгенін айту наданның ісі, алдына келгенін жеу хайуанның ісі деу де сондықтан. Тәрбиесі аз адамдар мәнсіз, орынсыз, дөрекі сөздердің ауыр зардаптар келтіргенінде шаруасы болмайды. Жас ұрпақты ондайлардан бойын аулақ ұстап, қандай жағдайда да сұрқия сөздерді абай қолданбауға ай молодец үйреткен абзал. Ашық шашық қора қопсы есік тесіктен ит те мысық та мал да кіріп шыға береді. Сол сияқты қақпақ қойылмаған ауыздан да ақ ит кіріп қара ит шыға беруі мүмкін. Хайуаннан артық сөзімен адам былапыт сөйлесе одан да жаман деген ақын Сағди Ширази тұжырымысына қосылмасқа болама. Қолдан келсе ауыздан біреудің көңілін қалдыратын суық, жаман сөз емес, адамның мерейін өсіріп, жанына жылы тиетін әдепті сөз шыққанына не жетсін. Әдепсіз сөйлемеу әсіресе балалар мен әйелдер отырған жерде
дөрекі сөз айтпау. Былай тұр балам, үлкендерге қағазға тиіспей қойып қой. Кішілік, ізеттілік, тіл қату әдептіліктің негізгі шарттарына жатады. Тіпті кісілер отырған жерде ділмарсып, орынды сөз айтудың өзі де оғаш, ерсі көрінетін кездері болады. Сөйлеудің қасиеті әдептілігі мен әдемілігіне қоса сайып келгенде шындығында жалған айту, өтірік сөйлеу кісілікке жатпайды. Халық өтірікшіні жексұрын ретінде жек көре отырып айыптайды. Жеткіншек ұрпақты өтірік сөз өрге баспайды. Аз қалдық балам. Өтірікшінің шын сөзі зая кетеді. Деп жалған сөйлеуден жирендіріп шыншылдыққа үндейді. Тегінде шын сөйлеу әдептіліктің ең негізгі белгісі. Суайт адамгершілігі жоқ, жан дүниесі сұрқай, нәрсіз адам. Данышпан Абай адамның 5 дұшпаны бар. Олар өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ деп көрсетеді. Қазір емес, мен кітап оқып отырмын болам. Сөйлесу кем дегенде 2 адамның тілдесуінен тұрады. Кейде мұндай сөйлесуде әркім өзі көбірек айтып қалуға тырысады. Екінші адамның да айтқысы келіп отырған сөздері барын ескере бермейді. Ал сөйлеу әдебі сол екінші әріптесіңе үнемі назар аударып, оның да қалаған кезінде өз ой сезімін білдіруіне мүмкіндік беріп, сезімталдық көрсетуде. Бұл сөйлеудің мәнін арттырып, 2 жақтың да қанағат сезімін тудырады. Көпшілік жағдайда сөйлесуге қатысқан адамдар өздері өте мәнді санаған ой пікірлерін ортаға салып, бір-біріне жаңалықтарды, тың деректерді жеткізгісі келеді. Өзін толғандырған мәселелер жөнінде басқалардың салиқалы, дәлелді пікірін білуге талпынады. Сондықтан ондай сөйлеуге жеңіл-желпі қарамай, өз тарапынан лайықты ілтипат көрсетіп, ұстамды, ойлы жауап беру парасаттылық болып табылады. Атақты Әйтеке бидің билер сендерде бір мін бар, басқаға сөз бермесеңіздер деуі соған меңзейді. Іші пысқандықтан, зеріккендіктен, басқаны әңгімеге тартып, көр жерді сөз етіп, ғайбат өсек айтып, құмарын шығатындар да кезігеді. Ол уақытты босқа өткізетін әрі адамдар арасына жік салатын, әділдік, туралық жолынан тайдырып аздыратын зиянды әдет. Жалпы алғанда сөз орынды іске бағытталған, адамды рухани байытуға септігін тигізетін және сындарлы сипатта болуы тиіс. Сөйлесетін адамның мінез құлқын, мәдени деңгейін, өзіндік ерекшеліктерін білген, ескерген жөн. Мәселен, орынсыз әзіл айту немесе тыңдаушыға қызықсыз әңгімені суырпақ тұрып алу, көңіліне дық түсіретін жөнсіз мақтау не кінәлау, әйелдердің айталық жеке басына қатысты жайдарлы тәптіштеп сұрау тағы басқа әдептілікке жатпайды. Сөйлесіп тұрған 2 адамның 3-ші адам қосылғанда, ол осыған дейін әңгіменің қысқа мазмұнынан хабардар етілуі керек. Егер оны әңгімеге тартудың, араласудың қажеті болмағанда, сөзді бірден шорт тоқтатпай, әншейін өткен кеткенді айтып тұр едік десе де жөн болады. Әңгіме үстіне 3-ші адам келіп қалғанда, оны қатыстырудың қажеті жоқ. Жайты ары қарай астарлап, жұмбақтап сөйлеу жараспайды. Әрі ол кісіге жайсыз, ыңғайсыз соғады. Әр күдік күмән тудырады. Көптің ішінде сыбырласып жату да ерсі. Бұл басқаларға қолайсыз тиеді.
Сөз арқылы өз ой пікіріңді, сезіміңді, қуаныш қайғыңды айтып жеткізу арқылы басқаның да жан дүниесіне еніп, сыр сипатын танып, өзара түсіну жүзеге асады. Сөз арқылы біреуді риза етуге, көңілін жайландыруға, қиын қыстау жағдайда дем беріп, жігерлендіруге, инабаттылық жолына бағытталуға болады. О, молодец! Бұл айтылғандардан әмсе мүләйім сөйлеп, басқаның дөрекі нақақ олағат сөзіне тік өтірік өр жауап қайтармау керек деген ұғым тумайды. Алашағың кетсе де айташағың кетпесін. Айтар сөзді айтпаса әкесі өледі. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деген халық мақалдары соны білдіреді. Әділ, тура, шын болғанда қатты сөз де, ащы сөз, өткір сөз де орынды, тіпті қажетті саналып, әдептілікке қайшы келмейді. Қазақтың тура бие туған жоқ, туғанды бие иман жоқ деген мақалада адамгершіліктің, мұсылманшылықтың, соның қатарында сөйлеу әдемінің де басты өлшемі әділдік екенін айқын аңғартады. Дегенмен, шындықты айтуда да абай болатын жағдаяттар аз кездеспейді. Шәкіртке ақыл қабілетінің аздығы, ауруға халінің мүшкілдігі, мүгедекке кемтарлығы, әйелге ажарсыздығы, тағы басқа туралы шындықты бетке айту адамшылдыққа жатама. Жазмыстың жазумен жаны жаралы болып жүрген адамға кемістігін есіне түсіріп, көңіліне қаяу салатын сөз ишарадан қатты сақ болған жөн. Бұрынғылар айтқан ғой, сөздің оңы мен терісіне, өңі мен астарына айрықша мән беріп сөйле деп. Онысы сөздің сен айтқан мағынасы бар, белгілі бір себептермен тыңдаушыға жайлы не жайсыз тиетін қосымша мағынасы да болады дегені білдірсе керек. Осы орайда көне заманнан келе жатқан мына бір ойлы аңыздың тағылымы есте болғаны абзал. Иран жұртының даңқты патшасы Харун Рашид бір күні түс көріп, түсінде аузындағы тістері түгелдей түсіп қалады. Ерте тұрып түс жорушыны шақыртып түсінің мазмұнын айтады. Жорушы: «Ей әміршім, сенің жақын ағайын туыстарының бәрі өліп, өзіңнен басқа ешкім қалмайды екен» дейді. Харун Рашид: «Менің бетіме баттитып қайғы толы қаралы сөз айтуға жол болсын. Егер менің барлық ағайын туғаным қырылып қалса, мен күнімді қайтып өткізбекпін» деп түс жорушының жонына 100 дөре. Ау, не ол? Жарайды, балам, мен кітап оқырмын, маған өзің ойнай берші ары қарай. Деп түс жорушының жонына 100 дүре соғуға бұйырады. Содан кейін басқа бір түс жорушыны шақыртып алып, көрген түсін айтып, түсімді жорып бер дейді. Бұл түс жорушы: «Ей әміршім, барлық ағайын туысқандарынан сенің өмір жасың ұзақ болады екен» дейді. Харун Рашид: «Жалпы ақылдың жолы біреу-ақ, екеуінің де жоруы бір жерден шықты, бірақ алғашқы жору мен соңғы жорудың парқы аспан мен жердей» деп халифа кейінгі түс жорушыға 100 ділда беруді бұйырады. Осы орайда көне заманнан келе жатқан осы бір ойлы аңыздың тағылымы есте болғаны абзал. Тыңдаушылардың ынта ықыласы, көңіл ауғанымен санаспай, орынға, жағдаятқа қарамай, мәнсіз ұзақ сөздермен басқалардың уақытын алу, мезі қылу, әрине үлкен әдепсіздік. Ондайлар мылжың, мыжғау деп аталады. Мылжыңдарды жұрт жақтырмайды. Сырын білетіндер олардан сырт айналып қашқақтап жүреді. Сөйлеудің бір-біріне кереғар екі түрі жайында академик жазушы Кабдолов көп біліп, дөп сөйлеген шешен, аз біліп, көп сөйлеген мылжың деп әдемі түйіндеген.
Сөйлеуге қатысты әдептіліктің тағы бір түрі орынды, әділ сөзге тоқтау. Ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен дана шешен халқымыздың ата салтында жүйелі уәжде тоқтамаудан өткен пәтуасызды жоқ. Ондайлар туралы халық аталы сөзге ақымақ тоқтамайды деп қатты кейіс білдірген. Бүкіл әлемдік шешендік өнердің үздік үлгілеріне жатқызуға болатын билердің ұлан ғайыр айтыстарының бірде-біріне дөп айтылған әділ сөзді атап өтушілікті кездестірмейміз. Ал аузымен құс тістескен айтыскер ақындарымыз әріптестері сөзден сүріндірген жерде дереу тоқтап жеңілденген ашық мойындап отырған, онымен де қоймай әлгі айтысты жалпақ елге жария етіп айтып жүрушілер де өздері болған. Қазақтағы әйгілі айтыстарды таратушылар әдетте жеңілген жағы болып келеді. Демек, сөз қадірін танып, мойындау да ірілікті, кісілікті білдіреді. Осының бір мысалы іспетті атағы жер жарған қаһарлы ақсақ темірге қатысты бір әңгіме мынадай. Әмір Темір Үндістанға барып, сапарында жол жердің өнер паздарынан шақыртып алып, осы шаһарда асқан бір сазгер бар дегенді үлкендерден естігенім бар еді, деді. Ол мына кісі деп бір соқырды әмірдің алдына алып келеді. Сазгердің өнеріне әбден риза болған патша одан жалама де, есімің кім болады деп сұрайды. Атым Мемлекет, өзбекше Дәулет, дейді сазгер. Мемлекет те соқыр бола ма екен, деді патша жымиып. Сонда зағиып сазгер, егер мемлекет соқыр болмаса, ақсақты үйіне кіргізбес еді ғой, депті. Сазгердің тапқырлығына риза болған Темір оған көп сый-сияпат беріп шығарып салған екен. Жарты әлемнің әміршісі дәстүрді аттамай, жүйелі сөзге жығылу арқылы ірі мінез, инабаттылық көрсеткен қазақтың көне аңыздары мен шешендік айтыстарында мұндай мысалдар толып жатыр. Олар біздің сөз қадірін өз қадіріне болған шешен, алғыр, зерек халқымыздың келер ұрпаққа қалдырған өнеге қазынасы болып табылады. Осы арада өзін туған елінің перзентімін деп санайтын әрбір азаматтың ана тіліне қатысты, сол тілде сөйлеуді туралы аса маңызды әрі көкейкесті мәселе келіп шығады. Кеңес өкіметі тұсындағы империялық қаңқыр саясат мұны жеке адамның, оның туған халқының қадір қасиетіне аяқ асты етегін болашағына кеселді мәселеге айналдырады. Бұрынғы КСРОда коммунизмге басты бір тілді, атап айтқанда орыс тілін жете меңгеру арқылы жетуге болатындығы жөніндегі теориядан бастау алған саясат пен дәйекті іс-қимыл басқа тілдердің қолданыс аясын отбасы, ошақ қасына дейін тарылтып, ең сұмдығы, болашағы жоқ нәрсе ретінде беделін түсіреді. Бүгінде жұрт аузына көп ілінген Расул Ғамзатовтың «Туған тілім болса ертең құрмақ, өлуге де мен дайынмын бүгін-ақ» деген қанатты сөзі сол кезде айтылғанда. Өйткені түркі елдерінде түгел ардақты ағартушы һәм ғұлама ғалым Ахмет Байтұрсыновтың «сөзі жоғалған жұрттың өзі жоғалады» деген сөзінің кебі келген болатын. Яғни, шетқақпай болған тілімізге ілесе, халқымыздың ұлттық рух, дәстүр салтының да өңі қашып, өзегі талып, өлімсіреп бара жатты. Ең жаманы, еліміздің ертеңі төл ұрпағымыз орыс тілінде сөйлеп, ана тілін жатырқауы, менсінбеуді шығарды. Олар біздің ұлы жырауларымыз бен айыр көмей шешендеріміз, асқан ақын эстет халқымыз жұлындай жұтандырып жетілдірген әлемдегі ең бай да оралымды, сұлу да сиқырлы, әуезді де салтанатты тіліміздің қасиетін сезіну бақытынан құр қалды.
Соның салдарынан ана тілін менсінбейтін мәңгүрттік кеселге шалдықты. Сөйтіп, ана тілін құрметтемеу, ештеңені сыйламау деген сөз. Ғабит Мүсірепов екенін, анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілді ұмыту, бүкіл ата бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы екенін түсінбейтін өгей ұлдары Ғабит Мүсірепов көбейіп кетті. Еліміздің егемендік алуына байланысты бүгінгі таңда бұл сорақылықтың жолы кесілді. Әйтсе де ана тіліміздің қоғамдық өмірдің барлық саласында өз мәртебесіне сай орнын алу барысы күрделі жағдайда жүріп жатыр. Батпандап кірген кесел мысқылдап шығуда. Ана тілінде сөйлеу, оған деген көзқарас ең зор адамшылық, мәдениеттілік, тәрбиелілік, әдептілік өлшемі болып табылады. Оның мәні әр азаматтың ана тілін отанындай, туған халқындай, ата бабасындай сүйіп, ардақтап, ол тілде сөйлеудің Тәңірінің ұлы сыйындай көруінде. Сондықтан білім беру мекемелерінің, оқу тәрбие орындарының, ата-аналар мен қоғамдық жұртшылықтың, барша ұлтжанды азаматтарымыздың күллі күш жігері төл ұрпақтары жөргегінен ана тілінің уызына шаратып өсіруге, кешегі күннің кесірлерінен өз тілінде үйрене алмай қалған ұрпақтың ана тілін көз төрткі көрмей, тезірек меңгеруіне жұмылдырылуға тиіс. Ұлағат сөздер. Бұл дәуірде өз тілін, әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық мәнді интеллигент емес деуге болады. Себебі ол қандайлық мамандық білімі болса да, рухани ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады. Мұхтар Әуезов. Ана тілін ұмытқан адам өз халқының өткеннен де болашағынан да қол үзеді. Ана тілі дегеніміз сол тілді жасап келе жатқан халықтың мәңгілік мәселесі. Ана тілін тек өгей ұлдары ғана менсінбейді, өгей ұлдары ғана аяққа басады. Ғабиден Мұстафин. Не істеп отыр? Ана тілі халықтың өткен ұрпағын жебесін. Қазіргі және келешек ұрпағын тарихи бір тұтастық, мызғымас бірлік, ажырамас туыстық жағдайына қазір аз қалды. Мәңгілік біріктерінің ең сенімді құрал. Аз қалды балам. Ана тіліміз арқылы ғана біз халқымызды, отанымызды танып білеміз. Халық рухының сарқылмас бастауы да сонда жатыр. Ел жұртымызды, туған жерімізді, оның өзен көлдерін, бораны мен найзағайын ана тіліміз арқылы ғана қабылдап, соларға деген перзенттік махаббатымызды ана тіліміз арқылы жеткіземіз. Ушинский. Отыр. Жүректен шыққан сөз жүрекке жол табады. Науаи. Біліп айтқан сөзге құн жетпейді. Тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен. Үйренгеннен ештеңең кетпейді. Бидайдың сабағы дән жоқ. Бидайдың сабағында дән жоқ. Жаманның сөзінде мән жоқ. Әдемі сөз екен. Төле би. Бидайдың сабағында дән жоқ. Жаманның сөзінде мән жоқ. Төле би. Асан қайғы жиренше сөйлеп. Асан қайғы жиренше сөйлеп өткен қазақ тілі. Жәнібек Қойлыбай. Жақындама тістейді ертай. Тамақ ішкенде жақындама тістей дейді. Сыйлап өткен ғажап тіл. Ата-анамыз әлдейлеп батқан бізді баба тіл.
сол туған тіл атауы. Ежелгі біздің қазақ тіл, осы тілді жек көрген дүниеден қалар құр. Бағаласаң шынымен, баба тілің асыл дүр. Қожаберген жырау. Жақындамай, тамақ жатқанда істеп болады ол. Осы күнде ана тілімізді білмейтін оқымыстыларымыз аз емес. Бұл біз үшін жетістік пе? Өз басым жетістік деп айта алмаймын. Себебі анасын сыйламағандардан қандай мейірім күтуге болады. Анамыздың ақ сүтімен бойымызға дарыған тілімізді ұмыту, бүкіл ата бабамызды, тарихымызды ұмыту. Бауыржан Момышұлы. Қазақ тілі өзінің даласындай кең пішілген, жайдары да жалпақ тіл. Оған қысылып, қамтырылып, ерін ұшынан шүлдіреген бұлдырлау мүлде жат. Балам, мен кітабын оқып бітірейін, сосын жасаймыз. Болмаса үйге бара бересің. Қазақ нені айтса да, өзің жасай бер, мен қарап тұрам. Аузыңды толтырып айтады. Қазақ сөзі қашанда даланың қоңыр желіндей аңқылдап ерін есіп тұрады. Қазақ тілінің биязы мақамы домбыраның күмбір қаққан сазындай, асқақ әуенділігі шырқап салар әніндей. Шешендерден шыққан қара сөздің өзінде өлеңге бергісіз келісім. Іштей үйлескен ырғақ болады. Сөз бен сөз, дыбыс пен жарет өзара ұйқасып, жымдасып жатыр. Тыңдаушысын бірден ұйытып әкететін осы үндестік пен әсем ырғақ құлақ түбінде хрустальдай сыңғырлап, қазақ тілін сұлу да сиқырлы етіп көрсетеді. Кейде қазақ болып туғаның үшін және әлемдегі ең бай, ең сұлу тілде сөйлегенің үшін өзіңді бақытты сезінесің. Жұмаділов. Тіріні көрге салатында сөз, өліні тірілтіп алатында сөз. Низами. Сөзіне қарай кісін ал, кісіге қарап сөз алма. Шын сөз қайсы біле алмай, әр нәрседен құрғалма. Абай. Анық түсініктілік сөйлеудің басты қасиеті. Ақылы келте адамның әдетте тілі тым ұзын болады. Аристотель. Көп сөйлейтін адам көп сәтсіздікке ұшырайды. Лао Цзи. Үлкен ақылдылықтың өзіндік белгісі аз сөзбен көп нәрсені айта алуы, ал қате ақылға керісінше көп сөйлеп, бірақ еш нәрсе айта алмаушылық тән. Ларошфуко. Әдептіліктің алды абайлап сөйлеу. Иогеннеки. Кабуцинамадан. Шешендік өнерін үйреніп, жоғары мәртебелі болу туралы. Кісі өз өнерін екі бет қапты. Кісі сөз өнерін білетін шешен болуға тиіс. Ей, перзентім, сен де шешен бол, сөйлей білгің, бірақ жалған сөйлеме, сөйлесең шындықты сөйлеп, туралықты айтумен атағың шықсын. Кейбір өте қажетті жағдайда айтқандай, жалған сөзіңе жұрттың сенуі мүмкін, бірақ сен оны әдетке айналдырмай, әрдайым айтқан сөзің шындық болу керек. Жұрт сенбейтін шындықты да айтпағаның жөн. Ей, перзентім, білгенің жөн, адам үш түрлі, сөз төрт түрлі болады. Адамдардың бірінші түрі біледі және білген сайын білгісі келеді. Бұлар ғалымдар тобына жатады. Бұлардың айтқанына тәнтіп тұру керек. Екінші түрі біледі, біле тұра білмеймін дейтін. Бұлар ұйқыдағы зұлымдар. Олардан сақ болған жөн. Үшіншісі білмейді және білгеннің тілін алмайды. Олар ессіз, надандар. Бұл сияқтылардан аулақ жүру керек. Сөз төрт топқа бөлінеді. Біріншісі білуге де, айтуға да қажетті жоқ сөздер. Екіншісі білуге де, айтуға да қажетті сөздер. Үшіншісі білуге қажеті жоқ, бірақ айтуға болатын сөздер.
Төртіншісі білу керек, бірақ айтуға қажетсіз сөздер. Негізінде дүниенің бар жақсылығы айту және білу үшін қажетті сөздер тән қасиет. Бұл сөздер дүние үшін пайдалы болып, айтушыға да тыңдаушыға да мән мағынасымен әсерлі болуға тиіс. Білу қажет, бірақ айтуға мүмкін емес сөздерге жататындарға мысал ретінде бір мансапқордың немесе бір досыңның айыбын бетіне басуды келтіруге болады. Егер бір мансап иесінің немесе досыңның айыбы саған мәлім болса, ақыл таразысына салып қарағанда оны тікелей айту ақылсыздық. Өйткені сен олардың айыбын айтсаң, мансапқор ашуланып, досың саған өкпелейді. Яғни өзіңе өзің дау жанжал арттырып алуың лезде. Сондықтан да бұл сияқты сөзді білгенің дұрыс, бірақ айтылмауы қажет. Төрт түрлі сөздің ең абзалы білуге де айтуға да қажетті сөздер. Бұл төрт түрлі сөздің екі жағы бар. Біріншісі сұлулығы мен мәнділігі, екіншісі өңсіздігі мен мағынасыздығы. Халық алдында сөйлеген сөзің сұлу болып, оны жұрт ықыласымен тыңдасын. Сөз өнерін меңгеріп биік дәрежеге көтеретіндігі жұрт сөйлеген сөзіңнен білсін. Халық адамның қандай дәрежеде екенін сөйлеген сөзі арқылы біледі. Керісінше сөз дәрежесін адам арқылы білмейді. Өйткені әр адамның шама шарқы өзінің сөйлеген сөзінің астарлы мәнінде жасырын жатады. Бір не жайтындай мағынамен айтуға басқа ешкімге де айтпағасаң деп есептеме. Топ ішінде жеке біреуді оқшау шығарып сөйлесу немесе құлағына сыбырлап сөз айту жақсы әдет емес. Ондай сөзден адамдар күмән етеді, өйткені көпшілік бір-біріне күмәншіл келеді. Суық сөз сөйлеме. Суық сөз де, мысалы, бір адам шөптің ұрығы сияқты, одан дұшпанның пайда болады. Епті ме не? Аз қалды қазір, кішкене бір 2 минут шыдашы. Сөз үйренуден жиренбе. Бір барып кел айнаға, сөз бітеді сонымен. Көп біліп аз сөйле. Аз біліп көп сөйлеме. Көп сөзділік ақылсыздықтың нышаны. Аз сөйлеу сау саламаттыққа да тән қасиет. Көп сөзіңді қанша дана болғанмен жұрт ақылсыз деп есептеп, керісінше сөйлемей отырған ақылсыз адамды ақылды жан екен дейді. Егер сен өзің адал жанды болсаң, жаман істен артыр. Бойыңды таза ұстаған жағдайда да өзіңді өзің мақтама. Өйткені сен өз пайдаңды ойлап, өзіңе өзің куәлік берсең, сені ешбір жан тыңдамайды. Сені халық мақтасын. Сөйлегенде әрбір сөзің нысанаға дөп дейсін. Ей, перзентім, жалған және бейберекет сөйлеме. Бейберекет сөз диуаналардың сөзі. Ой, молодец. Біреумен сөйлеспек болсаң, ол сенің сөзіңді керек қыла ма, жоқ па, соған қара. Егер тыңдаушы тәнті болса, сөзіңді сат. Егер сөзіңе ынтық болмаса, ол сөзді қойып, сөзіңе құштар болу үшін тыңдаушыға жағатын сөзді айт. Ей, перзентім, тыңдаушыдан қашпа. Адам сөзді есту, тыңдау арқылы шебер болады. Әсерлі сөз айт. Жұрт әр сөзіңді естіп ах ұрсын, сөйтіп жиынды қыздыр. Мінбеде болбырап тұрма, қабағыңды түйіп, жағымсыз сөз айтпа. Барлық уақытта әрекет жасап тұр. Сөйлеп тұрған кезде жиынға көз сал. Егер сөзіңді естігісі келсе, сөйле.
Құрметті тыңдаушылар, көрермендер, күнде кітап оқу арнасының тұрақты оқырмандары, көрермендері, осымен сөз қадірі, өз қадірі тақырыбы бітті. Осымен тәмам. Ертеңгі оқитын тақырыбымыз имандылық, инабаттылық мұраты. Өте әдемі тақырып екен. Ертең Алла қаласа 22 сәуір күні екінші кезекті тақырыбымызды оқимыз, имандылық туралы. Барлықтарыңызға рахмет. Күндеріңіз бүгін дүйсенбі күні ғой. Аптаның басы игілікті, ортасы жетістік пен сәттілікке, соңы табыс пен берекеге мол болсын. Кітап оқыңыздар, өсіңіздер, өніңіздер, көздеген, ойлаған, армандаған мақсаттарыңызға жетіңіздер. Қазақ елі тек қана алға, көзімізді ашайық, кітап оқиық, миымызды дамытайық. Только вперед, сапалы сөз, саналы ұрпақ.